Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін каналымда нан қуырдақ деген тағамның рецебін салдым. Қарап өтіңіздер. Ал мен бастаймын. Ең алдымен осы картошкамызды алып қыздырған майға қуырып аламын. Ол үшін картошкамды ашып жуып алғаннан кейін жарты сағаттай тұзды суға салып қоямын. Тұзды суға салып қойғаннан кейін оны алып қағаз майлықтармен құрғатып қоямын. Содан кейін барып қуырамын. Осылай екі жақ бетін аудара отырып қуырып алыңыздар. Сонда түсі алтын түстес әдемі болып қуырылып шығады. Мінекей картопым да қуырылып болып қалды. Картопымды алып тастаймын да енді қуырдағымның етін турауға кірісемін. Еттерді алып осылай турап шығамыз іркілт қып. Менің пайдаланып отқан етім сиырдың еті. Жалпы бүгінгі қуырдақ сиыр етінен болады. Оған тек қана ет емес, құрамына өкпе, тәлақ, бауыр қосылады. Осылай етімізді турап аламыз. Енді өкпе турап жатырмын. Өкпені етті ірі қылып турайтын болсақ, өкпені ұсақ қылып тураймыз. Себебі өкпе қазанға түскеннен кейін ісіне бүлікеді. Жалпы одан кейін тәлағымызды турап аламыз осылай. Өкпе турап атқан кезде айтайын, жаңағы тоңазытқышқа салып алсаңыздар жақсы туралынады. Одан кейін бауырымызбен тәлағымызды турап аламыз. Өкпені бөлек қоямыз, тәлақты етке қосамыз, бауырымызды бөлек қоямыз. Қазір енді оларды не үшін бөлек қойғанын жалпы жасалу барысында көретін боласыздар. Мінекей қуырдағымызға қажет заттарды турапта болып қалдық. Мен бұл жерде шағындап жасап жатырмын. Өзімізге жарайтын қып. Жалпы соғым сойғанда қуырдақ дегенді қазан толтырып жасайды біздің жақта. Несібең мол болсын, қазаның оттан түспесін деген мағынада. Соғым сойған күні міндетті түрде не қуырдақ қуырамыз, не ет асамыз қазанды толтырып. Жалпы ол қазақ халқының ертеден келе жатқан ырымы. Мінекей етімізді турап болдық. Енді қазанымызды отқа қойып қойдық майымен. Оған шейін пиязымыз бен сарымсағымызды турап алдық. Мінекей қызып тұрған майға ең бірінші өкпені саламыз. Басында өкпені қуырып жібереміз. Жалпы енді бұл рецепт менің өзімнің анамның рецебі. Осы ең алдымен майға өкпені қуырады ол кісі. Сол анамнан көрген рецептпен мен де жасап жатырмын бүгін. Жалпы қуырдақты осылай қуырамыз біздің жақта. Осылай өкпемізді саламыз да 5-7 минут қуырып аламыз ең бірінші. 5 минут қуырып алсаңыздар да жетеді. Астындағы отын баяу қойып, өте қатты қылмай қуырып алыңыздар. Мінекей өкпеміз де қуырылып болды. Енді осы қуырылған өкпенің үстіне етіміз бен тәлағымызды қосып саламыз. Міне салып бұлғап қоясыздар. Жалпы қуырдақ дегенді тұздалмаған еттен жасайды. Ол үшін соғым сойған кезде етті тұздамай тоңазытқышқа салып аламыз. Егер етіңіз тұздалған болса, ол сүрленіп қалады. Сол үшін осылай свеж ет салып қойыңыздар. Мінекей қазан қақпағын жауып қойдым. Жалпы жаңағы ет салу барысында тұз салынған, видеода көрінбей қалыпты. Тұз сеуіп жібересіздер. Міне осы етті баяу отта қайнатасыздар, қоясыздар. Себебі ол өзінен сөлі, тұз сепкеннен кейін өзінен сөлі бөлінеді. Сол өзінің сорпасына бұғып қайнап қуырылып шығады. Міне қуырдағымыздың еті қуырылып болды. Оған пиязымызды салып қуырып жатырмын.
Енді пиязым қуырылғаннан кейін бауырым мен сарымсағымды салам. Осылай балқай отырып қуырасыздар. Мінекей, қуырылып болды бұлар. Енді қуырдағымыздың үстіне манағы картошкамызды, қуырып қойған картошкамызды саламыз. Оның бетіне осылай ашқан қамырларды дөмелақтап жұмыртқаның көлемінде етіп салыңыздар. Картошканы салғаннан кейін кішкентай бір шай кесе қуырдақтарыңызға су құйып жіберіңіздер. Өйткені мынау жаңағы қамырымыз буға піседі ғой. Сол үшін ол жаңағы су еттен аспау керек. Егер еттен асатын болса, қамырларыңыз дұрыс піспей қалады, нандарыңыз ашытылған. Мынау кәдімгі нанға, күнделікті тапаған бөлкеге салып пісіретін нанның ашытылған нан, соны салып жатырмын. Енді осылай 20 минут қойып пісіріп аламыз. Нан мен картошкам пісірілгеннен кейін міне тамағымыз да дайын болып табағымызға түсіріп алдық. Енді оның бетін пиязбен әрлейміз. Пиязбен әсемдеп ұсынасыздар. Жалпы енді өз қалауларыңыз бойынша әсемдей бересіздер ғой, түрлі жаңағы шөптерімізді салып әсемдеуге болады. Содан кейін қонаққа осылай табаққа салғаннан кейін табақшаларға салып ұсыныңыздар. Жалпы өте тойымды тағам. Бұл тамағымды обед уақытында түскі асқа дайындауларыңызға кеңес беремін. Осылай тәрелкеге салып бергеннен кейін жеңіл болу үшін барлығына да осылай пышақпен жаңағы қамырын кесіп, арасы өте көтеріліп, құс болып піскен әдемі. Және картошкасын осылай кесіп ұсынуларыңызға болады. Енді осы тағамымыздың дәмін көрейік. Наны өте керемет болып піскен. Дәмді сіздер де жасап беріңіздер семьяларыңызға. Керемет ас болсын.